Құрметті мұғалімдер, сәлеметсіздер ме? Сіздермен біз бүгін бірінші сабақты бастағалы отырмыз. Бүгін бірінші сабағымыз біздің 3D мультфильм, яғни мультфильм, анимациялық мультфильмдер жасау. Қазір енді ол үшін осындай Google іздеу поисковикті ашып, адрес жазатын жеріне бір бағдарламаның атын ағылшынша жазамыз. Яғни Render Forest деп жазыңыздар. Не өзі шығып тұрады, renderforest.com деп. Енді осы ашылғаннан кейін, өстіп ашылады. Ашылғаннан кейін менде енді көрсеңіздер, менде тіркеліп тұрмын ба? Міне менің аты жөнім шығып тұр. Енді бұның страницасын переводить етеміз, бетін ағылшынша, орысшаға ауыстырамыз, бүйтіп те ауыстыруға болады. Так, перевести на қазақ тілі не надо. Можно на қазақша. Ну вот қазақша аудардық, бейне жасау дейді, бұл видео жасау. Осы видео жасауды басамыз. Сіздер алдымен, менде тіркеліп тұрған, мен енді өйтіп тіркей алмаймын. Сіздер осы жерде регистрация дегенді өтіп барып жасайсыздар видеоны. Содан кейін барып ашылады, әйтпесе сіздер бірінші тіркеп бастамасаңыздар, бұл ашылмайды. Ал тіркемей видео жасап тастасаңыздар, жұмыстарыңызды бастап жасап қойсаңыздар, ол сақталынбайды. Сондықтан міндетті түрде тегін нұсқасына тіркелуіміз керек. Және де айта кететін жай, біз тегін нұсқасына ашу отырмыз. Бейне жасау дегенді ашайын. Енді осы жерден біз видео жасауды аштық. Енді осының ішінен ең бірінші мына 3D дегенді басамыз. Міне бастық. Осы жерден астынан көресіздер қандай мультфильмдер, қандай мультфильмдер жасауға болады, яғни қандай тақырыптарды жасауға болады. Және де мына жерді бассақ, осындай терезе ашылады. Енді осы екеуін біреуін таңдап алуымызға болады. Мынаны немесе мынаны таңдап көрейік. Бұл жерде міне қараңыздар, көптеген анимациялардың сценарийлар. Осылардың әрқайсысын біреуін таңдау арқылы сіздер таңдау деп өстіп басқан кезде мындай бір деген не шығады. Сосын жердегі жазуды басып отырасыз, инсертті басасыздар, немесе тағы да аударып қойық. Неге аударылмай қалды? Енді міне осы сақтау дегенді бассаңыздар, аурухананың төсегінде жатқан қайғылы адам, қол бұлғап тұрған адам, бақытты адам, осындай өзінің сценарийлардың аты жөндерімен жазуымен шығып тұрады. Сіздер керектісін таңдап, мына жерде егерде әйел адамның кейіпкері керек па, мамандыққа байланысты кейіпкерлер керек па, мамандыққа байланысты әйел адамның киінген кейіпкері керек па, соларды тауып алуларыңызға болады. Және де мына жерге іздеу аймағына, лупаның қасына ағылшынша, мысалы teacher, мұғалім дегенді teacher деп жазсаңыздар, мұғалімдардың образдарын алып береді. Балалардың қыз бала, ұл бала деп өстіп тауып ала бересіздер. Енді бұл жерде отбасылық, мына жерде анимацияларыңызды қоюға болады. Отбасылық жаңағының ішінде, сценарийлардың ішінде отбасының сценарий болса, қандай тақырыптарыңыз болса, мысалы, барлығын осыған келтіре беруге болады. Мысалы, анасы, әкесі екеуі баласына теледидар көрме дейді, ноутбук көп көрме дейді деген сияқты бір сценарий құрастырсаңыздар, осы арадан сол жағынан қарап, дұрыстап тауып аласыздар. Енді сосын таңдағанымызды басамызда, мына жерге әкеп барлығын жинастырамыз төменгі жағына. Және де плюс батырмасын басу арқылы тағы да біреуін таңдаймыз. Сөйтіп өзіміздің сценарийімізға сай келетін, одан да сабағында оқы деп айтады деген сияқты. Мысалы, ата-анасы, сосын былай істеуге болады. Ортасына міне қосу батырмасын басып, тағы да керекті сценарийларды қосып қоюға болады. Так. Мысалы, ата-анасы баласына
ананы былай өшіріп тастауға болады. Мысалы ата-анасы балаларына ноутбукты көп ойнауға рұқсат етпейді, оған белгілі бір уақыт мөлшерін қояды деген сияқты. Және де кітап оқы дейді деп нетсе болады. Және де қараңыздар, мен бұны сіздерге педсовет, ата-аналар жиналысы ретінде ұсынғым келіп тұр. Бұл жерде бейне ұстағыштар. Мына жерде бейне ұстағыш. Мысалы, мынаның біреуін алсаңыз, немесе мынаны алсаңыз, мынаны алайық міне. Бейне ұстағыш ретінде оны біріншіге ауыстырып қоясыз. Осы жерге ата-аналарыңыздың жиналысының тақырыбы не туралы, сол туралы видео қоюыңызға болады. Немесе бұл видео форматында емес, картинканы держатель деп нетеміз, табамыз. Бейне ұстағыш және енді сурет ұстағыш. Сурет ұстағышты қояйық, міне біреуін таңдап алдық. Енді былай қоямыз. Енді қараңыздар, бейне ұстағыш бізге керек жоқ болса, оны өшіріп тастаймыз да. Мына жердегі бейне ұстағышқа педагогикалық кеңестің немесе тақырыбын қоясыз, немесе жаңағы ата-ана жиналысының суретін қоямыз. Так, мен бір картинки қояйын бұл жерге, изображение. Мысалы, жай өзімнің суретімді қоя салайын. Бірақтан негізі өз суреттеріңізді ауыстыруға болады. Ауыстыру деп мынаны бассаңыздар, қайтадан жүктеп алуға болады. Так, изображение ішінен. Кез келген бір суретті қойымызға болады. Мен біреуін қоя салайыншы, енді уақыт алмай. Міне бір суретті қойдым. Бұл жүктелінеді осылай. Жүктелініп болғасын қосу не азайту батырмалар арқылы жылжытып аламыз. Жөндеп алуға болады, бүйтіп жөндеп сосын барып басамыз. Міне фотоңыз дайын болды. Енді мына жерге ата-ана жиналысы қазақшаға аударамыз. Ата-аналар жиналысы. Ата-аналар жиналысы, мына жерге тақырыбын жазып қоясыз, ата-аналар жиналысының тақырыбын. Бала денсаулығын бірге қадағалайық деген сияқты. Мысалы, бала денсаулығын бірге қадағалайық. Одан кейін мына жерде 20 минут қана көру керек деген сияқты сөздер жазасыз өзіңіз. 20 минут қана көру керек. Одан да кітап оқуға, азды көпті кітап оқығандары дұрыс. Оқу деген сияқты сөздер жазасыздар да. Енді қарап тұрсаңыздар, оны стилін өзгертіп таңдаймыз. Мынандай, әлде мынандай ма? Екеуі бірде 3D дұрыс қойдым, сондықтан 3D-ні қалдырамыз. Сосын кейін тағы да бір айта кететін жер, мына жерде әрбір ненің ең минимальный осындай 5 секунд, 4 секундта тұрғанын қадағалаңыздар. Каждыйның уақытын қараңыздар. 5 секунд, мына жерде бәрі өзі автоматически, мына жерде 6 секунд тұр екен, соны 4 секундқа да жауыстырып жылжытуға болады. Қосылмайды екен, өзінің берілген уақыты, значит, оның 6 секунд. Міне мына жерде 4 секунд. Енді осы музыкасы келісіп тұрма, музыкасын көреміз. Жақсы, музыкасы. Енді алдын ала қарау деген жерге барып, тегін жүктеу дегенді басасыздар. Міне жүктелініп жатыр, біраз тосамыз. Құрметті мұғалімдер, міне жүктелініп болды, енді көреміз. Дауысы қайда. Қазақша міне әріптер жазылмайды, оны қазір айтам сіздерге. Үлкейтіп көрсе де болады өстіп. Құрметті мұғалімдер, одан кейін мына жеріндегі мои видео дегенді басасыздар. Сол мои видео дегенді басқан кезде сіздердің видеоларыңыз шығып тұрады. Міне видеоларыңыз шығып тұр, мына жерден көруге болады, немесе бірден жүктеп алуға болады. Біз және көрдік қой жаңа ғана. Енді оны бірден жүктейік.
міне компьютерларыңызға, ноутбуктарыңызға жүктелініп жатыр. Кез келген уақытта ноутбуктан алып, ата-аналар жиналысына, басқа да сабақтарға пайдалана беруге болады. Және де мына осы тұрғаны бойынша бұны өшіріп тастамасаңыздар, мына шелекті басып өшіріп тастамасаңыздар, мына жерде 3 нүктеден, мына жерде мынау жөндеу, редактировать деген сөзде, осы редактировайтты басып, қайтадан ол ата-аналар жиналысыңыздың тақырыптарын немесе бір сценалар қосам десеңіз, сонда өзгерістер жасауға болады. Сонымен біздің бүгін мультимедиалық сабақ жасау сабағы аяқталды.